Баршаңызға сәлем. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге ерекше және де көп кездесе бермейтін, өте дәмді, тез дайындалатын пирогтың рецептін ұсынамын. Ірімшік қосылған бұл пирогтар кез келген дастарханның сәні болатынына сенімдімін. Пирогты дайындау үшін бізге 3 жұмыртқа қажет болады. Тап-таза жуылған ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және де үстіне 130 грамм өлшенген қантымызды саламыз. Ванильный сахардан 1 шай қасық қоссаңыздар бізге жетіп жатыр. Одан көп қоспай қойыңыздар. 1 шай қасық қана ванильный сахар бізге жетеді. Мен 20% қаймақты пайдаланамын. Біздің пирогымызды дайындау үшін бізге 3 ас қасық қаймақ қажет болады. Барлығында 1 ыдысқа сала береміз. Майымызды ешқандай отта ерітпейміз. Бөлме температурасында тұрған майымызды осы ыдысқа саламыз да, барлығын миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қантымыз еріп, біркелкі масса болғанша барлығын жақсылап араластырамыз. Бұл біркелкі масса болу үшін бізге 3 минуттай уақыт қажет болады. Миксердің алдымен ақырын бөлігінен бастап, тез жылдамдыққа дейін қосып араластыра бересіздер. Пирогқа қосатын ұнымыз міндетті түрде елеуіштен өткен болу керек. Елеуіштен өткен ұнымыз өте жақсы көтерілетін болады. Біздің бүгінгі пирогымызға 1 шай қасық разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышымыз жетеді. Қамыр қопсытқышымызды ұнымыздың үстіне салып, араластырып дайындап аламыз. Жаңағы езіп алған массамыздың үстіне ұнымызды аз мөлшерден салып, миксермен араластыра бастаймыз. Ұндарыңызды бірден салып жібермеңіздер. Аз бөліктен салып, 4-5 бөлікке салып араластырсаңыздар да болады. Мен аз бөліктен салып, миксердің орташа жылдамдығымен араластырып, біркелкі қою масса болғанша жақсылап тұрып араластырып алдым. Қорықпаңыздар, ол сұйық болып кетпейді. Осы өлшеп алған ұнымыз қоюлау біркелкі масса болып шығады. Миксердің орташа жылдамдығымен араластыра отырып, менде осындай масса дайын болып шықты. Енді біз начинкасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ірімшік қажет болады, және де қант 50 грамм шамасында. Бізге 20% қаймағымыздан 1 ас қасық қажет болады, және де кукурузный крахмалды пайдаланамыз. Бізге кукурузный крахмалдан 1 ас қасық жетеді. Енді осының барлығын блендермен жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша араластырып аламыз. Басында бұл қатты қою масса болып көрінуі мүмкін, бірақ та жақсылап тұрып араластырып алсаңыздар, осындай масса болып шығады. Бізге 23 сантиметрлік форма қажет болады. Формамыздың астына міндетті түрде бумага для выпечки төсеп аласыздар да, осы массамызды формамыздың ішіне салып, біркелкі болғанша орналастырып аламыз. Ірімшік қосылып езген массамызды біз арнайы кондитерский мешокқа салып алып, осылай пирогымыздың үстіне узор салып шығасыздар. Мен 4 бұрыш болып сала салдым. Енді қандай өз фантазияларыңызға ерік беріп, әртүрлі сурет салып шықсаңыздар болады. Мешочықтағы ірімшік қосылған массамызды пирогтың бетіне барлығын дерлік ештеңені алып қалмай түгелімен орналастырып шығыңыздар. Мен осылай 4 бұрышты форма жасап, барлығында жақсылап орналастырып алдым. Бізге осы аралықта духовкамызды қыздырып қою керек. Духовка 160 градуста қосасыздар. Дайын болған пирогымызды 160 градуста 40-45 минутта пісіріп аласыздар. Арасында ашып қарап қоюды ұмытып кетпеңіздер, өйткені әркімнің духовкасының қызу температурасы әртүрлі болып келеді. Сондықтан ұмытып кетпеңіздер.
Менің пирогым 40-45 минут шамасында пісіп шықты. Өте жұмсақ, дәмді, бір шайдан қалмай желініп кететін пирогтар. Барлықтарыңызға пісіріп көруге кеңес беремін. Өте дәмді және ауызда еритін пирогтың түрлері бұл. Көтерілмей немесе ортасы шикі болып қалмайды. Барлығы да бір қалыпты жұмсақ болып піседі. Әсемдеп, сәндеп ұсынам десеңіздер, бетіне осылай шоколад жағып шықсаңыздар болады. Ол үшін арнайы салафанда шоколадымызды ыстық суға салып ерітіп алып, осылай бетіне құйып шықсаңыздар болады. Мінекей, шайға арналған пирогтарым менің дайын болды. Барлықтарыңызға ас болсын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.